2 миллионға жуық кәсіподақ мүшесінің сенімін арқалап отырған мен үшін бұл құжатты талқылау тек комиссия мен сарапшылар шеңберімен шектелмеуі аса маңызды болды. Талқылау аясында ашық, кейде өткір, бірақ шынайы әңгіме болды. Адамдар жалақыны, еңбек қауіпсіздігін, жұмысынан айырылып қалу қорқынышын, балаларының болашағы туралы бүкпелемей жан-жақты пікірлермен бөлісті. Осы талқылаулар нәтижесінде Кәсіподақтар Федерациясы жаңа конституция жобасын мазмұны жағынан қолдады. Өйткені бұл жоба негізінен еңбек адамының айтып жүрген ойы, күткен үміті мен мүддесіне сай. Мәтіннің өзінен ақ бұл анық көрініп тұр. Бірінші бапта Қазақстан әлеуметтік мемлекет ретінде бекітіліп, ең жоғарғы құндылық ретінде адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары аталады. Күнін еңбегімен көріп отырған жан үшін бұл өте маңызды белгі. Мемлекет есеппен көрсеткіш емес, таңнан кешке дейін еңбек етіп, елдің берекесін ұстап тұрған адамға сүйеніп құрылатынын айқын жеткізетін ұғым. Еңбек енді адамның жеке тәуекел емес, лайықты өмірдің тірегі ретінде таңылады. Тағы бір маңызды тақырып ол ынтымақтастық. Жобада ол өзінің шынайы мәніне қайта оралады. Бар ауыртпалықты жұмысшының мойнына іле салу емес, бір жақты талап қоюда емес. Бұл мүдделердің әділ тепе-теңдігі, мемлекет, бизнес және еңбек арасындағы ынтымақтастығы. Мемлекет бұл үдерісте белсенді тарап болып, адамдардың өмір сүру жағдайы үшін жауапкершілік алады. Ал еңбек адам үшін бұл ертеңгі күнге деген сенім, өзгерістен үрейленбей алға басу деген сөз.